Күндердің бір күнінде сұлу бойжеткен дана қарияға жылап келеді. Көзінен мөлтілдеген жас ағып, қолымнан келген көмегімді ешкімнен де аямаймын. Үнемі жақсылық жасауға тырысамын. Жүрегімдегі бар жылуымды жақындарыма тарту етсем де, қайтарымына ащы мысқыл мен дөрекі сөздер естимін. Олар менімен ашық түрде жауласады. Ешбір күнәм жоқ. Маған не істеу керек, кеңес беріңізші деп сұрайды. Сонда қария жымиып тұрып, үстіңдегі киіміңді толықтай шешіп, жалаңаш күйіңде қаланы аралап шық, дейді. Таңырқаған қыз, сіз не айтып тұрсыз? Бұлай жүретін болса, менің ар ұятыма қол салады емес пе? Ал жас үлкендер бұл ісімді кешірмейді, деп айқайлап жібереді. Сол кезде дана қария есікті ашып, үстелдің үстіне айна қояды. Қарағым, енді түсіндің бе? Сен адамдардың алдында киімсіз жүруге ұяласың. Бірақ жан дүниеңдегі сырды жасырмайсың. Ол құтты мына есік секілді айқара ашық тұр. Сол себепті ермек қылғысы келген, кез келген жан өміріңе рұқсатсыз кіреді. Адамдар өзін жақсы адамдарды жамандау арқылы жоғарылатқысы келеді. Осындай сұм заманда мейірімді жүрегін сақтай білген жандардың бар екенін әркімнің мойындауға батылы бармайды. Сонда мен не істеймін? Қария, жүр қалқам, мен саған бақшамды көрсетейін. Бұл гүлдерді көп жылдан бері суарып, күтім жасап келемін. Олардың әр қайсысының иісін құшарлана иіскеп, көркіне тамсанам да, бүршіктерін қалай жаратынын көрмекпін. Сен де осы гүлдерден үлгі ал. Адамдардың алдында жүрегіңдегі сырды асықпай ақтар. Өзіңе жаман мінез танытқан адамдардан алшақ жүр. Оларға ешқашан өзің бірінші болып көмектеспе. Жаман адамдарды есіктің ар жағында қалдыруымыз керек, деп ақылын айтады. Жүрегіңіздегі сырды жасыра біліңіз, сонда өміріңіз де жақсы жаққа өзгере бастайды. Әңгіме интернеттен алынды.